Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді жұмсақ болып шығатын пирогтың рецебімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ары қарай үстіне қантымызды салып, қантымыз толықтай еріп, аппақ масса болғанша араластырып, үстіне сұйық май сүтімізді құйып, біріккенше тағы да жақсылап араластырамыз. Ары қарай үстіне ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп, осылай илеуіштен өткізіп салатын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде илеуіштен өткізбесек, арасына ауа кірмей, пирогымыз көтерілмей қалады, тапталып қалады. Сол себептен илеуіштен өткіземіз. Осылай ең соңғы ұнымыздың үстіне 15 грамм қопсықшымызды салып, оны да илеуіштен өткізіп жібереміз. Массамызды дайындап жатқанда, алдын ала духовкаларыңызды қыздырып алыңыздар. Осындай масса болып шығады. Оның үстіне 2 ас қасық какаомызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз және қажетті формамызға саламыз. Менде формам 24 см. Астына пергамент қағазын төсейміз, жабысып қалмас үшін. Одан кейін 180 градуста 40-45 минуттай пісіреміз. Осындай дәмді жұмсақ болып, көтеріліп, жақсы пісіп шықты. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.